Саламатсыздар ма, құрметті достар, әріптестер. Бүгін сіздерге уәде еткенімдей YouTube арнасын ары қарай түсіндіргім келіп отыр. Мен шыны керек барлығыңыздың да осы арнадан табысқа шыққандарыңызды, қазақи контенттің көбейгенін қалаймын. Қазір осы YouTube'тың қыр-сырларын білетін, меңгерген адамдар бұл идеяны жағы сатып жатыр десем де болады, үлкен ақшаға сатып жатыр. Көп адам оны алып оқып жатыр әрине, бірақ оны қарапайым өзіңізде істей аласыздар. Яғни ешқандай шығын да шығармай-ақ жасауға болатын дүние. Мен жайлап түсіндірем, қолдан келгенше сіздерге жол сілтеп көмектесемін деген ойдамын. Менің тегін ақ видеоларымды көріп үйреніп алсаңыздар болады. Ең бірінші кезекте мен сіздерде алдыңғы бірінші сабағында сіздерге арнаны ашу жолын түсіндірген болатынмын. Енді барлығыңыз да ашқан боларсыздар, егер қызығушылықтарыңыз бар болса, ашқан боларсыздар деген ойдамын. Егер ашып қойған болсаңыздар, сол каналдарыңыз, мен де сіздермен бірге алдында осы каналды ашқан болатынмын, сіздерге үйретемін деп. Сол каналды енді ары қарай түсіндіргім келіп отыр. Ең бірінші кезекте жаңағы бізге енді қызығы табысқа қалай шығуға болатыны ғой. Сол табысқа шығу жолдарын сіздерге жайлап түсіндіріп отырамын. Бірінші сіздерге осы канал ашылған кезде осындай міне главный печесі, яғни ашылып тұрады осылай. Содан кейін сіздерге қажет болады мына жерде міне оң жағын бассаңыздар, мой канал деп шығады. Мой каналды бассаңыздар, осы бет ашылады, міне главный бет ашылады. Содан кейін қайтадан басасыздар суретіңізді. Сол кезде міне творческая студия YouTube деп шығады. Осыны басу қажет болады. Бірінші түсіндіруім үшін сіздерге, сіздер түсініп алғаннан кейін өздеріңіз сонымен жұмыс жасай алатын боласыздар. Творческая студия не үшін қажет? Ең бірінші кезекте барлық сіздің видеоларыңыздың аналитикасын, рейтингісін, авторлық құқығы жөнінде барлығын осы бетте қарауға болады. Енді қараңыздар, бірінші бізде контент бөлімі бар. Сол жақ бетшеде барлығы міне рет-ретімен тұр. Соны қазір сіздерге бір-бірлеп түсіндіремін. Контент бөлімі сіздің барлық видеоларыңыз, яғни контент бөлімінде орналасқан. Сіздің барлық осы салған видеоларыңыз осы бөлімде көрсетіледі, және қанша просмотры бар, қандай ограничениялар басқалар бар, барлығы осы жерде көрсетіледі. Одан кейін плейлисты. Плейлист деген не? Плейлист деген, мысалы сіз бір видеолардың әртүрлісін саласыз. Біреу басқа салада, біреу басқа салада деген сияқты. Может, тағы басқа бір саланың түрлі жағы тармақтары болады деген сияқты. Соны бөліп көрсету үшін арналған дүние. Плейлист құру өте маңызды деп ойлаймын, өйткені барлық видеоны бір жерге салып қойғаннан плейлистта тұрған өте ыңғайлы, және плейлисттан бүйтіп іздеп қарай салу да өте ыңғайлы. Кез келген YouTube арнасын ашып қарасаңыз, плейлистіне кірсеңіз, мысалы өзіңізге керек мәліметті бірден таба аласыз. Былай іздеп отырғаннан солай тапқан өте ыңғайлы. Енді бұл жерде мен енді өзіме қажетті плейлисттерді ашып қойғанмын. Сіздер де солай ашып алуларыңызға болады. Ол өте ешқандай қиын емес. Міне осы жерде создать плейлист деп шығады. Сол жерге плейлисттің атауын жазасыздар да, создать дейсіздер, болды. Ол ешқандай қиындық тудырмайды. Енді келесі бөлім аналитика бөлімі. Аналитика бөлімінде көбінде сіздердің YouTube арналарыңыздың просмотрлары, қанша адам, қанша сағат қарағаны, барлығы көрсетіледі, яғни статистика көрсетілетін бөлім бұл бөлімде. Просмотрлар, бір-біріңізбен басқа нелермен арақатынастар, аудитория қандай, қанша адам бар деген сияқты барлығын көрсетеді. Содан кейін мына жерде егер табысқа шығып жатсаңыз, доход деген бөлім ашылады. Жаңа бөлім, ол жерде сіздің күнделікті доходыңыз түсіп тұрады. Күнде түсіп тұрады доход, егер просмотр көп болса. Просмотр көп болғанда қалай? Егер просмотр болып, сіз монетизацияға шықсаңыз, сол кезде жаңағы не көрсетіледі? Ақшасы көрсетіліп тұрады. Ақша бізде доллармен түседі, яғни $1, $2 сөйтіп көбейіп, уақыты келгенде шешіп аласыз. Қазір оны толыққанды айта жатармын.
Мынау комментарий бөлімі, комментарийлардың барлығы осы жерге келіп түседі. Субтитр бөлімі бізге аса қажет емес. Одан кейінгі бөлім авторлық құқық жөнінде. Бұл жерде басқа егер каналдар сіздің видеоларыңызды салатын болса, осы авторлық құқық бөлімі арқылы оған запрос тастай аласыз удалить етуге. Яғни YouTube'тың бір жақсы жері, ол адамдардың жаңағы жасаған дүниелерін өзге адамдардың ұрлауына мүмкіндік бермейді. Яғни басқа адам сала алмайды. Салған күйде сіз мысалы оны запрос тастасаңыз, олар автоматты түрде өшіріп тастайды ол каналдан. То есть сіздің авторлық құқығыңыз сақталып қалады. Яғни сіз жасап бастаған дүниеңізді ешқандай басқа адам ұрлай алмайды. Ұрлаған кезінде осындай запросить удаление арқылы оның жаңағы видеосын удалить етуге болады. Бұл өте маңызды бөлім. Және де сіздерге жаңадан ашқан адамдарға кеңес беремін. Өзге адамның дүниелерін ұрлап салмаңыздар. Мысалы, болады ғой, біреудің видеосын көріп, скачать етіп, соны өзіңізге салып қойсаңыз, сізге ары кетсе 3 мүмкіндік береді. 3 мүмкіндіктен кейін сіздің каналыңызды мүлдем блокқа лақтырып тастайды да, одан кейін ашпайды. Яғни YouTube'тың өзі бір сондай қатаң бір режимі бар. Өзге адамның видеосын ұрлауға болмайды. Соны ескерерсіздер. Одан кейін монетизация бөлімі, міне осы бізге қажет. Осы бөлімнен ақша табамыз біз. Монетизация каналы деп тұр. Бұл жерде бірінші кезекте сіз партнерский программаға қосылуыңыз керек. Ол үшін сізге ең алғы шарты 1000 подписчик болу қажет және 4000 просмотр жинауыңыз қажет. 12 ай аралығында, яғни 1 жылдың ішінде, егер сіз бұрын ашып қойған YouTube арнаңыз болып, соны өңдеймін десеңіз, ол дұрыс емес. Өйткені монетизацияға шығу үшін 1 жылдың ішінде сіз көтеріліп шығып кетуіңіз керек. Яғни 1000 подписчик жинап, сосын 4000 просмотрды жинап алуыңыз керек. Сол кезде ғана сізде монетизация ашылады. Яғни ал егер бұрын ашылған каналыңыз болып, ол енді дамып жатса, ол монетизацияға шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан соны ескерерсіздер. Ең бірінші басты шарты, каналыңызда 1000 подписчикпен 4000 сағат жиналса, 4000, яғни 4000 сағат жинау өте қиын емес. Ұзағырақ видеолар түсіруге тырысыңыз, сол кезде сізде сағат тез шығады. Сол видеоларыңызды қазірден бастап, алдында мен сіздерге үйреткен канал, мысалы, аштырып үйреткен бойынша ашқан болсаңыз, сол каналға қазіргі уақыттан бастап уже сала беріңіздер. Яғни салып, соны өңдей беріңіздер, адамдарға реклама қылып тастай беріңіздер, яғни поделиться қылып тастай беріңіздер. Сол кезде сізде просмотр жиналады. Сол просмотр жиналу арқылы сіз партнерский программаға қосыласыз. Өзі шығады мына жерге, мына екеуі де көк болып жанады, толыққанды толған кезде. Содан кейін астына вступить в партнерскую программу деп шығады. Сол партнерский программаға шыққан кезде сізден автоматты түрде жаңағы доход түсіп бастайды. Доход түскен кезде жаңағы аналитика бөліміне доходы бөлімі ашылады. Ал ол доходты қалай шешуге болады, оны қалай ары қарай, ол да оңай шаруа емес. Яғни оған да біраз уақыт, біраз тер төгесіздер. Яғни оны да мен әрі постепенно түсіндірем. Қазіргі уақытта көріп тұрғандарыңыздай, маған да подписчик жетпей тұр, сағат та жетпей тұр. Мен осы сағат пен подписчикті жеткізіп алсам, сіздерге кәдімгідей түсіндірер едім. Сол үшін мүмкіндігі болып жатса, менің каналыма подписка жасап қойыңыздар. Мектеп онлайн деп аталатын каналға. Подписка жасап қойыңыздар, мүмкін алдағы уақытта осы канал арқылы мен сіздерге біраз дүниелерді үйретуім мүмкін. Яғни ол ешқандай қиын емес, кез келген адам жасай алады. Ер адамдарға тіпті мен кеңес берер едім. Қазір Қазақстанда көп қазақ тілінде контент аз. Енді ұстаздар шығып жатыр, мен байқап жатырмын. Мысалы, көптеген ұстаздарымыз шығып жатыр, бар каналдар жақсы ұстаздарға арналған. Алайда басқа салаларда, мысалы, өте аз. Мысалы, кондитерлік салада бар, енді бір ары кетсе бір 10 шақты мықты нелерді білем. Алайда басқа салаларда, мысалы, ремонт саласында, немесе тағы басқа көп қой бізде сала. Әртүрлі жаңағы сурет саласында, немесе тағы сондай дүниелерді біздің қазақтарда жасаса екен деймін. Өйткені YouTube-тың көбісі шет елдің азаматтары, мысалы, мультиктарымызда бізде балаларымыздың қарайтын жаңағы шет елдің мультиктерін қарайды. Соларды, мысалы, қазақтар жасаса, анимациялар жасаса деген оймен мен сіздерге үйретіп жатырмын.